Ассалаумағалейкум. Армысың қазақ елі, сіздермен бірге Сұлтанбек және қазақша YouTube арнасы. Бүгінгі бейнеде мен сіздерге қазақтардың арасында өте көп және жиі қойылатын сұрақтардың бірі бұл қазақ тілділердің саны көбейіп келе жатыр ма және қазақша сөйлеу модада ма, немесе қазақ тілі дамып келе жатыр ма деген сұрақ. Бұл сұрақ былайша айтқанда өте бір жеңіл түрде айтылған сияқты көрінеді, бірақ бұл сұрақтың жауабын айту, жеткізу өте көп деректерден тұрады. Неге десеңіздер, дамып келе жатыр, былай көрінбей салу аздық етеді. Оған өзіңнің көруіңді ғана емес, және де шынайы интернеттен алынған, әртүрлі жерлерден, сайттардан алынған мәліметтерді қарастырып, сол арқылы барынша аргумент ретінде айтып дәлелдеген дұрыс болып саналады. Бүгінгі бейнеде мен дәл осылай жасап, барынша сіздерге бұл сұрақтың жауабын тауып беруге тырысатын боламын. Сол үшін арнаға тіркеліп, бейнеге лайк басып, барынша өз қолдауларыңызды білдіре отырыңыздар. Әр ұлттың өзінің өзіне тән тілі және тарихы болады. Бұл екі ажырамас, былайша айтқанда құралсыз ұлт өзін ұлт санай алмайды. Яғни ұлттың тілі жоғалса, ұлттың өзі де көп ұзамай жоғалады. Және ұлттың тарихы жоғалса, ұлт өзінің болашағын айқындай алмайды. Сол үшін бұл бейнеде біздер тілдің ұлт үшін қандай маңыздылық бар екен және ұлт арасында тілді қалай барынша жақсы деңгейге көтеруге болатын барынша қарастыратын боламыз. Ал достар, ең бірінші бізге біліп алатын ақпарат бұл қазақ тілінде қанша адам сөйлейді. Яғни, былайша логикамызды қосып ойланып қарасақ, онда қазақ тілінде сөйлейтіндердің көпшілігі, яғни шамамен 80-90% десем де қателеспейтін болармын, бұл қазақтардың өздері. Себебі оларға ана тілі болып табылады, яғни біздің ана тіліміз болып табылады. Ал жалпы қазақтардың Қазақстандағы саны 14 миллионды құрайды. Енді солардың ішінде қанша миллионы қазақша сөйлейді, қаншасы қазақша білмейді, қаншасы орташа деңгейде біледі, соның барлығын былайша айтқанда әлеуметтік желілерде салынған әртүрлі статистикалық мәліметтер арқылы сіздерге қазір фотосуреттерін көрсететін боламын. Және тағы да бір жайт бар. Бұл сіздер әртүрлі интернетте блогерлерді, түрлі адамдарды көріп жатасыздар. Ол қандай адамдар? Олар өзге ұлт адамдары, бірақ қазақ тілінде сөйлейтін. Бұндай да варианттар, яғни нұсқалар бар. Оны да сіздерге қазір фотосуреттер арқылы көрсетіп, барынша түсінікті қылуға тырысатын боламын. Ал достар, ғаламтордағы мына мәліметте Қазақстан халқының 92% қазақ тілін меңгерген деп жазылған. Бірақ қуануға әлі ерте, себебі осы фотосуреттен кейін тағы бір фотосурет шығады, сонда сіз барлығын қалай екенін нақты түсінесіз. Міне екінші фотосуретте былай жазылған: 59% қазақ тілін жақсы меңгерген, 20% қазақ тілінде еркін сөйлеп оқиды, бірақ нашар жазады. 5% түсінеді және түсіндіре алады, ал 7% жақсы түсінеді, бірақ сөйлей алмайды деп жазылған екен. Және бұл 92%-ның ішінде барлығы қазақ тілінде нақты еркін сөйлей алады деп айта алмаймыз. Және бұның ішінде, яғни бөлінген, мысалға біреулері қазақша еркін сөйлеп, еркін жаза алатын болса, біреулері қазақша дұрыс сөйлей алмауы мүмкін, бірақ жазу жағынан жақсы жаза алуы мүмкін. Ал тіпті біреулері тіпті қазақша дұрыс білмесе де, тек бір-екі сөздерді білгендерді де ішіне қосу мүмкін. Бірақ бұл негізі жақсы көрсеткіш. Неге десеңіздер, бұл көрсеткішпен біз алып қарай алсақ, қазақ тілділердің, яғни қазақша сөйлей алатындардың саны 50%-дан әлде қайда көп өсіп кеткенін білінеді. Шамамен менің ойымша 70-80% адам қазақша сөйлей алады деп нақты айтуға негіз бар.
Мен бейнемнің басында айтып кеткендей, қазақ тілділер тек қазақтардың арасында ғана емес, тіпті басқа ұлт өкілдерінің арасында да болуы ықтимал. Мысалға, мына фотосуреттердегі адамдар, мысалы, орыс ұлтынан, неміс ұлтынан, әртүрлі ұлттардан болуы мүмкін. Бұл адамдар, яғни әлеуметтік желілерде өте танымал. Несімен танымал десеңіздер, яғни дұрыс қазақ тілінде еркін сөйлей алуының арқасында танымал. Бұл нені білдіреді? Бұл қазақ тілінде сөйлейтін өзге ұлт азаматтар мен азаматшалардың бар екен, яғни тек бар екен ғана емес, әлеуметтік желілерде былайша айтқанда танымалдылығы артып келе жатқаны, яғни қазақ тілінде сөйлеу модада екені, жаңа үрдіске ауысып келе жатқанын білдіреді. Міне тағы бар, алдыңғы фотосуреттерге ұқсас мәлімет. Бұнда бірақ қазақстандықтардың 80%-нан көбі мемлекеттік тілді біледі деп жазылған. Халықтың мемлекеттік тілді игеруі жөнінде жүргізілген жыл сайынғы зерттеудің қорытындысына сәйкес 2017 жылы жағдай бойынша халықтың 83% мемлекеттік тілді біледі деген. Ал 3 тілді игерген ересектердің үлесі 22% деген екен. Бұнымен сіз келісесіз бе, келіспейсіз бе? Пікір алаңға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Барынша барлығына жауап беріп, лайк басып, яғни өз жауабымды айтып, талқылауға тырысатын болам. Дәл қазір мен сіздерге қазақша сайттардан әртүрлі қазақ тілі туралы мәліметтерді жинақтап сіздерге көрсеткен болатынмын. Бұнымен келісесіздер ме, келіспейсіздер ме? Пікір алаңға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер, және бұны талқылаған дұрыс деп ойлаймын, өз ойым. Енді келесі сіздерге көрсеткім келіп отқан фотосуреттер, бұл яғни орысша сайттардан алынған әртүрлі посттар, фотосуреттерді сіздерге көрсететін боламын. Бұл неге орысша түрін көрсетесің деп сұрақ қоятын болсаңыздар, бұған жауап екі тілдегі жасалған мәліметтерді, статистикаларды былайша айтқанда салыстырып көрген дұрыс деп ойлаймын өзім. Ары қарай өздеріңіз барлығын көріп, нақтырақ дұрыстап зерттелеп қарап алсаңыздар болады. Достар, фотосуреттерді қарап шыққан болсаңыздар, бүгінгі бейнені жалпы қорытындылап кетейін. Өз ойымды айтып кетейін, яғни осы қазақ тілі дамып келе жатыр ма, қазақ тілділердің саны көбейіп келе жатыр ма? Өзім мысалы араласатын ортамда қазақ тілділердің саны бұрынғы кезге қарағанда көбейді ма? Соны жалпы өз ойымды айтып кетейін. Негізі, мен қазақ тілінің дамып келе жатқан, қазақ тілінің өсіп келе жатқан көріп келе жатырған адаммын. Неге десеңіздер, бұрынғы кезде мысалға қазақша кинолар, сериалдар,
қазақша мәліметтер аз еді. Қазіргі таңда өздеріңіз байқап жүргенде боларсыздар, YouTube сияқты көптеген, мысалы TikTok, Instagram сияқты әртүрлі платформаларда қазақша телехикаялар, дұрыс тілім шатасып кешіресіздер, яғни сериалдар орысша айтқанда көбейіп келе жатыр. Және әртүрлі фильмдер, яғни қазақы тарихты насихаттайтын, мысалы осы жақында шыққан Міржақ Дулатұлының Оян қазақ атты фильмді көрсеңіздер, бұл да былайша айтқанда қазақ жастарына үлкен өнеге өсиет қалдыратын, былайша айтқанда жақсы мәлімет беретін кереметтей фильм деп айта аламын. Мен бұл фильмді, яғни фильм емес кезінде, телехикая кезінде көріп тастаған болатынмын, және фильмінде былайша айтқанда көрген болатын. Өте жақсы әсер алдым. Сол фильмнен кейін тіпті көптеген қазақ тілін білмейтін адамдар қазақ тіліне былайша айтқанда қызығушылығы артты деп ойлаймын. Сондай бейнелер, видеолар көбірек шыққан болатын. Бұдан басқа тағы қандай десеңіздер, бұл яғни кішкентай балаларға арналған мультфильмдер, мысалы Балапан телеарнасы, YouTube-тің өзінде де мысалы қазақша әртүрлі мультфильмдер көбейіп келе жатыр. Бұның өзі де барлығы да қазақ тілінде сөйлейтін жастардың көбейіп келе жатқанын білдіреді. Енді өз ортамда айтып кетсем, ортамда әлі де орысша, былайша айтқанда паразит сөздерді қолданатын адамдар бар, бірақ бұрынғыға қарағанда барлығы дерлік қазақша сөйлейді деп айта аламын. Мен өзім жалпы қазақ тілінен ешқандай қиыншылықтар көрмедім. Орысша сөйлейтін адамдардан қысым көрмедім. Негізі мен тұратын жерде көпшілігі дерлік қазақ тілінде сөйлейді. Тіпті мысалға автобустың өзінде жүргізушілер тоқтайтын аялдама деп мысалы сондай қылып айтады да. Ал бұрынғы кезде аялдамалардың барлығы орыс тілінде болатын, ал қазір аялдамалардың көпшілігі қазақ тіліне ауысып жатыр, көшелердің көпшілігі де қазақ тіліне ауысып жатыр. Осындай бір кереметтей өзгерістерді көріп жатырмыз, және осы өзгерістерді көріп жатырып қазақ тілі дамымай келе жатыр, қазақ тілі дамымайды деген сияқты өтірік сөздерге сене беруді қою керек. Енді тек бізге қазақ тілі дамыды болды дей салмай, ары қарай дамытып, ары қарай былайша айтқанда біз өмірдің баспалдағында келе жатсақ, қазақ тілде дәл солай жоғары қарай көтеріліп, жоғары қарай дамыта беруге тырысуымыз керек. Және қазақ тілін дамыту бұл әрқайсымызға жатылған, былайша айтқанда жауапты іс деп ойлауымыз керек. Мысалға менің YouTube арнамда көбіне үлкен кісілер қарайды екен. Сол үлкен кісілер мысалы өз балаларын қазақ тілінде үйретіп, қазақ тілінде сөйлесе, бұның өзі қазақ тіліне деген үлкен үлес болып саналады. Сол үшін қазақ тіліне үлес қосып жүрген адамдардың барлығына дәл осы бейне арқылы көп рахмет айтқым келеді, алғыс білдіргім келеді. Сіздермен болған Сұлтанбек және қазақша YouTube арнасы. Келесі бейнеде қандай тақырыптарда түсіремін, барлығын пікір алаңға жазып кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар.